Ассаламағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ресей, Америка, Еуропа, Қытай туралы саяси ақпараттық танымдық шолуымызды бастаймыз. Ресейде аса сұмдық оқиға болып тұр. Есерсоқ Путин өзінің ең соңғы мүмкіндігін жоқ қылды. Яғни соғысты тоқтатудың мүмкіндігі бүгін жоқ болды. Ол бұрынғы Украин жері, кейін өздері тәуелсіз республика деп жариялаған Украинның 4 облысын аталмыш өтірік, фейк, жалпыхалықтық референдум арқылы Ресей Федерациясына қосу болды. Яғни жаңағы 4 облыстың халқы Ресейдің қарулы күштерінің бақылауында аталмыш өтірік, фейк референдум өткізіп, сонымен сол референдумның нәтижесінде олардың барлығы бір ауыздан Ресей Федерациясына қосылатын болып, оны бүгін Путин қабылдап тастады. Енді ары қарай бұның барлығы заңдық процестерден өтіп, Ресейдің Думасы анау-мынау қабылдап, сонымен ең соңында ол жерлер Ресей Федерациясының территориясы болып саналып, Ресейдің оқулықтарына енеді, карталарына енеді. Ал бұл қарап отырсаң, Ресей Қырымды жаулап алды, тағы басқа жерлерді жаулап алды, Грузиннің жерлерін жаулап алды. Одан не айырмасы бар? Бұлай қарап отырсаңыз, бұл жерде әңгіме үлкен. Бұның тарихи мәні мен мағынасы өте зор. Жұрттың бәрі біліп отыр. Бұл Путиннің озбырлығы екен. Бірақ бұл жердегі бұл озбырлықтың мәні басқа, мағынасы басқа. Украин жерінде орыстар тас-талқан болып жеңіліп жатыр. Оны айтпасақ та, балада шағада білген әңгіме. Ал бүгіннің өзінде орыстың ең қуатты деген әскери күштерінің біреуі Украин жерінде тас-талқан болып жеңілгені соншалық, Путин енді өткендегі 300 мың әскер дайындау туралы жарлығының сыртында тағы да 250 мың әскерді дайындау керек деді. Осыдан бірнеше күн бұрын менің шетел медиаларына берген сұхбатымда Вагнер армиясы туралы мен былай айттым. Бұл Вагнер армиясы, яғни психикасы ауытқыған, есерсоқ жынды кәдімгідей кісі өлтіруден, кісінің етін жеуден, адамдарды жаңағы аса қайуандықпен азаптап, жаныштап тұрып өлтіретінен, басын кесіп алатын, дене мүшелерін кесіп алып, сол арқылы жаңағы атағы шыққан Вагнер әскери күштерінің аржағында Путиннің қолы тұр. Себебі оны Ресейдің бұғанға дейін жұрттың бәрі білетін аса үлкен саясаткерлердің біреусі Вагнердің осы қарулы күштерінің артында Путиннің қолы тұр деп ашық мойындап тастады. Әрине онсыз да ол мойындасын мойындамасын, халықаралық күштер бұл Ресейдің атышулы Вагнерлерінің артында Путин тұрғандығын біледі. Тіпті сонау 2000 жылдардың өзінде Мәскеуде ортазиялықтарды, әсіресе қазақтарды, қырғыздарды, өзбек, тәжіктерді бауыздап кететін, өлтіріп кететін сол Ресей скинхедтерінің, яғни Ресей асыре ұлтшыл тақырбастарының артында Путин тұрғандығын білетін. Себебі бұлар ешқашан сотталмайды, жазаланбайды. Тіпті халықаралық дауға айналып, сотталғандардың өзі 1-2 жылдан кейін босап шығады. Не психикасында ақау бар деген анықтамамен сотталмай құтылады. Қаншама қазақтың бейгүнә өрімдей жап-жас қыз жігіттерін, студенттерін, Ресейде оқып жүрген жастарды өлтіріп кетті. Қаншама Ресей жерінде күн көріп жүрген қырғыз, өзбек, тәжіктерді өлтіріп кетті. Бұлардың саны бірнеше жүзге, тіпті бірнеше мыңға барады. Орыс жерінде қаза тапқан өзбек, қырғыз, тәжіктердің әрқайсының саны бірнеше мыңнан асады. Ол тіпті әр жылғы бөлек-бөлек дерек. Ал ол әр жылғысын санасаң, тіпті қарапайым кәдімгі соғыс болып жатқан кезде қаза тапқан адамдардың санынан артық болмаса кем түспейді. Ал Путиннің бұл зұлымдығы өзін орыс ұлтшылы қылып, образдап, суреттеп, сомдап, сол арқылы орысты шовинизмдік аурумен ауырта түсу және халқының аса көп бөлігі халықтық сипаттан айырылып, тобырлық, есерсоқтық сипатқа кеткен, адамдық құқық пен адамгершіліктің не екенін білмейтін осы тобырларға кәдімгі зорлықшылдықты, зорекерлікті және өзге әлсіз қауымды, әлсіз тұлғаларды азаптауды біртүрлі патриотизм деп дәріптеуден туған қисық қыңыр ұғым. Путин осы қисық қыңыр және адамзатқа қарсы фашистік, шовинистік, фундаменталистік, радикалдық осы ұғымның
жаңағы авторы және соны жүзеге асырушы. Және осындай шовинистік имперлік пиғылдарды орыс халқының санасына сіңдіріп, өзін орыс халқының қорғаушысы, кешегі орыс патшалық заманның, тіпті одан кейінгі қызыл патшалық советтік заманның қайта құрушысы, орыстың қолдан кеткен жерлерін қайтарушысы, орыстың аңсаған, армандаған, сол келмеске кеткен заманының қайтадан орнатушысы болып өзін сомдамақшы. Және сомдады да. Орыстың аңғал да надан тобырлары оның артынан ерді де. Енді бұл Путиннің дәл осы кезге дейін қолында мүмкіндігі болды соғысты тоқтататын. Бірақ ол ең соңғы мүмкіндіктен айырылды. Оны өз істеді. Ол деген енді осы 4 облысты Ресей жері дегеннен кейін Украина әрине Ресей жаулап алған 4 жерді тағы басқа жерлерді қайтарып алуға тырысады. Ол деген сөз Ресей территориясына шабуыл жасады деп Путин байбалам салады. Яғни Ресей территориясына шабуыл жасалды дегеннен кейін енді Ресей өзін қорғауға атом қаруын қолдануға құқылы деген әңгіме шығады. Путиннің көздеген осы. Жұрттың бәрі бұның зорлық екендігін, тіпті атом қаруын қолдануға мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төнгенде, не ұлттың басына ауыр күн туғанда атоммен қорғану керек деген сол сияқты атом қаруын қолданатын сондай баптардың бар екені барлық елде бар. Атом қаруын қолдануға құқылы қазір дүние жүзінде бірнеше ел бар. Біріншісі Америка, екіншісі Ресей, үшіншісі Англия, төртіншісі Франция, одан кейін бесіншісі Қытай, сосын ең соңынан Индия мен Пакистан бар. Бірақ Жапония мен Израиль дүние жүзіндегі атом қаруы жоқ болғанымен кез келген сәтте атом қаруын жасай алатын елдер санатына жатады. Ал енді осы алпауыттардың қатарында Ресей бар. Ресейдегі осы атом, яғни дүние жүзінде жаңағы 6 мемлекеттің қатарында бұлар да атом қаруына ие. Бірақ Путин де, Медведев те, Лавров та бұғанға дейін біз атом қаруын қолданамыз деп қанша сес көрсетіп қоқиланғанымен, бұғанға дейін атом қаруын қолданған жоқ. Енді олар жаңағы 4 облысты Ресей Федерациясының жері деп жариялағаннан бастап, енді заңда жазылған атом қаруын қолданатын мүмкіндікке ие болғансыды. Бірақ Еуропада, Америкада бүгінгі аталмыш фейк референдумды заңсыз деп жариялады. Тіпті Байденнің өзі never деп 3 қайталады. Біз ешқашан бұл референдумды мойындамаймыз. Ал Англияның премьері болатын болса, мен бұл жолғы соғыста Ресейдің жеңілетіндігіне кепілдік беремін деді. Ал бұдан бұрынғы Англияның премьері тіпті Ресейге атом тек сенде ғана емес, бізде де бар деген ескерту жасаған. Яғни сен атом қолдансаң, біз де атом қолданамыз деген қатаң мәлімдеме жасаған. Енді осы оқиғалардың барлығы нені білдіреді? Яғни дүние үлкен бір сұмдық, тіпті 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін болмаған аса сұмдық және сұрапыл, кері қайтпайтын бір дағдарысқа душар болды. Бұдан ілгері 11 қыркүйек оқиғасы, мұсылмандар менен Американың ортасында қақтығыс, Иран-Ирак соғысы, Кувейт соғысы, осы сияқты Либандағы қырғындар, Сириядағы қырғындар, яғни батыс күштері мен ислам елдерінің, араб елдерінің ортасындағы соғыстың барлығы бірде жалғап, бірде ушығып, бірде тоқтағанымен, тіпті Шығыс Еуропадағы, Югославиядағы соғыстар, Югославияны НАТОның бомбалауы, ал Югославиядағы Қытайдың елшілері шектен шыққан кезде Американың байқаусызда қателікпенен Қытайдың елшілігін бомбалап тастауы, мысал тырнақша ішінде. Одан 89 жылғы Пекиндегі қырғын, сол қырғын кезінде батыстың Қытайға жаңағы соғыс ашу мүмкіндігі бола тұра соғыс ашпауы, әр жолғы Тайван қақтығысы, Қытай Вьетнам қақтығысы, Мьянмардағы қайшылықтар, бұның барлығы өңірлік және уақыттық сипаттар алды. Олардың бұл соғыстардың сипаты атом қаруы қолдану түгілі кәдімгі халықаралық ықпал қозғай алған жоқ. Әрине өңірлік ықпалдары күшті болды, қатысқан адамдары көп болды, мысал. Бірақ енді бүгінгі шешім бұл соғыстың енді атом соғысына бір қадам қалғандығының ғана бейнесі. Ендігі әрі бұдан ары кері шегінетін жол жоқ. Путин өзіне берілген барлық мүмкіндіктерді жауып тастады. Өзіне ең соңғы кері шегінетін мүмкіндікті де жауып тастады. Енді
Дәл осы кезде Еуропа мен Америка Ресейге бағытталған санкцияның жаңа пакеттерін енгізу туралы талқылап жатыр. Яғни Ресейге енді бұдан да көп санкция салынады. Санкциялардың түрі көбейеді, санкция салынатын тұлғалардың саны көбейеді, санкцияға ілінетін тауарлардың, сервистердің саны көбейеді. Ресейдің тынысы тарылған үстіне тарыла түседі. Бірақ одан қорқып отырған Путин жоқ. Себебі Путин енді 300 мың әскердің үстіне 250 мың әскерді алмақшы, және ол өзінің бұғанға дейінгі Ресей құдіретті, Ресей империясы құдіретті деген өзінің өтірік әңгімелеріне, ертегілеріне өзі сеніп отыр. Путин сөздің шыны кәдімгі құтырған ит сияқты болды. Енді оған шығар жолда жоқ. Егер бұл жолғы соғыста ол жеңілдім деп жарияласа, немесе Украинаның шығындарын төлеп берем десе, онда оны орыс шовинистер өздері-ақ тұтып жейді. Яғни орыстар шовинизммен ауырады, олар бір Еуропадағы бір даму үстіндегі екінші категориядағы елдер, немесе Шығыс Еуропадағы кезіндегі социалистік елдер сияқты категорияға түскісі келмейді. Мысалы, Шығыс Еуропада Югославия, немесе Чехия, одан кейінгі Польша, Румыния, мысалы Албания, бұлардың барлығы қазір демократиялық жолға ауысты. Бұлардың барлығы қазір кәдімгі үш билік, тәуелсіз, ақпаратта жаңағы төртінші билік ретінде қаралатын, мемлекеттің тұтас құрылымдары батыстық үлгімен жасақталды. Банктік, финанстық, экономикалық жүйе әділеттікке қарай бет алып бара жатыр. Әрине, олардың ілім білімі, ғылымы, техникасы, саяси мәдениеті бірден еуропалық және америкалық үлгіге жете қоймағанмен, олар соның ізін салды. Пойыздың рельсін салды. Енді сода дұрыстап пойыз жүрсе ғана болған. Халықты соған тәрбиелеп жатыр. Олар баяғыда коммунистік, тоталитарлық, дара билеушілік жаңағы жүйеден енді біртіндеп батыстық жүйеге келе жатыр. Және олардың бұл батыстық жүйеге ауысып, бейімделіп күннен күнге келе жатқанда міне 30-40 жылдан асып барады. Әрине, албандар мен жаңағы славяндардың ортасындағы, сербтердің ортасындағы соғыстан басқа факторларды қарасақ, бұл жерде адамдар сүйінішпен еске алатын құбылыстар өте көп. Өте көп. Мейлі оқу ағарту, мейлі медицина, мейлі экономика, мейлі финанс, қоғамның барлық саласында батыстану үрдісі өте жоғары. Батыстану үрдісі. Және қоғамда әділеттілік орнап жатыр. Ең бастысы қоғамда әділеттілік орнап жатыр. Адамдардың өз өміріне деген разы болу коэффициенті артып бара жатыр. Ал Ресей керісінше олар сол патшалық ресейлік заманға, тіпті советтік заманға, дара билеушілікке кетіп барады. Орыстар ашық, демократиялы, еркін ел құрудан ілгері айналасына қауіп төндіретін, қырғын соғыс төндіретін, басқалардың жерін жаулап алатын, басқалардың байлығын тартып алатын сондай бір есерсоқтық, зорекерлік аурумен ауырып жатыр. Яғни орыстарды жалпы осы шовинизммен, импершілдікпен ауыратын орыстарды емдемейінше, осы Ресейдегі шовинистік, импершілдік аурумен ауыратын орыстардың ең соңғысын жазбайынша, сауықтырмайынша, барлығын психбольницадан өткізбейінше, барлығына дерлік психологтың жаңағы сараптамасынан өткізбейінше Ресей мәңгі бақи қауіптелді. Себебі олар өздерінде бір миссия бар деп ойлайды. Мен бұдан бұрын Америка ғалымы айтқан, орыстар туралы айтқан үлкен шығарманы 5-ке 6-ға бөліп отырып аударып жариялаған бұрынғы лекцияларымда, білетіндер осында сілтемесін салсын. Сонда олар айтады, орыстар өздерінде бір миссия бар деп ойлайды дейді. Қытайлар да сол. Қытай коммунистер не дейді? Қытайдың 5 жұлдызды қызыл туын бүкіл жер бетіне шаншуды миссия қылып отыр. Олар бүкіл дүние жүзі халқын азат қыламыз деп отыр. Міне бұл Қытай коммунистерінің миссиясы. Олар бүкіл дүние жүзі халқын азат қыламыз дегендегі мақсат бүкіл дүние жүзін жаулаймыз деген сөз. Ал орыстарда да сол. Орыстар ана басқа халықтар өмір сүреді, олардың адамдық құқығы бар, неге біз соғыспен өмір сүру керекпіз, неге мынау Еуропадағы сияқты соғыссыз бейбіт жағдайда өндірісті арттырып, жаңа технологиялар ойлап тауып, адамдарды жұмыспен қамтып, солай өмір сүреміз. Жоқ, олардың санасына ол кірмейді. Олар тек қан төгіс, зомбылық, зорлық. Олардың бүкіл аңсайтындары сол. Сондықтан да олар Путинді таңдап отыр. Сондықтан да олар Путиннің бұғанға дейінгі зұлымдықтарын үнсіз көніп келді. Енді өздерін құрбандыққа шалып, Украин жерінде 40 мың әскер, 50 мың әскер, 60 мың әскер өлгенде, және өлген әскерлердің туыс туғандар олармен бір ай, 2 ай, тіпті 6 ай міне алды, міне 7-ші ай, 8-ші айға кетті. Сөйлесе алмай, менің балам тірі ма,
менің інім тірі ма деп биліктен талап қылғанда, жоқ, сенің балаң туралы біз жауап бермейміз деген сұрқия сұмдық жауап алған кезде, балалардың өліп қалғандығын оның достары, таныстары дәлелдеп, тіпті мәйіттерін тауып алып көрсеткен кезде де билік тарапынан оларға төленуге тиісті төлемақылардың немесе пенсиялардың төленбегенін көріп, орыстар енді естерін жиып жатыр. Сондықтан да олар міне айналадағы орыс паспортына виза сұрамайтын барлық елге қашып жатыр. Орыстар міне кеңірдектеріне найза тірелгенде, тамақтарына қылыш тірелгенде міне естерін жиды. Яғни көрдің аузына келгенде барып орыстарға ақыл кіріп жатыр. Ал оғанға дейін уралап, оғанға дейін жаңағы орыстық, шовинистік, сасық, өргөкіректікпен өмір сүрген халық енді барып тәубелеріне келіп жатыр. Бірақ Еуропа мен Америка орысқа жол берейін деп тұрған жоқ. Зеленский енді НАТО-ға мүше болуға өтініш тапсырғалы жатыр және құжаттарға қол қойды. Ол тіпті де орысты шамдандыра түседі. Ал Зеленскийге де шығар жол қалмады, Украинаға да шығар жол қалмады. Олар 4 облыстан айырылып, олар қарап отыра алмайды. Себебі миллиондаған украиндар босып кетті. Қаншама адамдар өлді. Енді осыншама бодау беріп, олар өз жерінен айырылғанды қаламайды. Демек, орыс та Украинада әбден бірін-бірі аямастай халге келіп отыр. Енді олардың екеуіне де шығар жол жоқ. Ал Путин алдыңғы жолғы Самарқандағы Шанхай ынтымақтастығының жиналысында Индияның басшысына айтқан сөзінде, біз сіздердің Украин мәселесінде нейтрал бағыттарыңызды, уайымдарыңызды түсінеміз, бірақ Украин келіссөзге келмей жатыр, ал Украин келіссөзге келсе, біз дайынбыз деген сияқты сөз тарады. Ондағы мақсаттары Путин айтқан келіссөз орыс жаулап алған жерді Украинның мойындауы. Бірақ Зеленский оған қарсы не деді? Путин тұрған кезде ешқандай келіссөз жоқ деді. Яғни Путин билікте бар кезде ешқандай келіссөз жоқ деп отыр. Бұның барлығы енді бұдан ары ешқандай әңгіме орыс пен Украин ортасында берекенің болмайтындығының дәлелі. 1 минут, мен сусын ішіп алайын. Айыпқа бұйырмаңыздар. Ал дәл осы сәтте, дәл осындай ұрымтал тұста Германияның Ресейден газ алатын 2 құбырында 3 жерде жарылыс туды. Кім мүдделі? Ресей мүдделі ма? Әрине көп жұрттың бәрі, әсіресе Твиттердегі жұрттың бәрі бұған Ресей кінәлі, ақ-көк деп жатыр. Тіпті Еуропадағы кәдімгі кейбір саясаткерлер Ресей кінәлі, бұлар сөйтіп Еуропаны газдан қыспақшы ақ-көк деп жатыр. Бірақ көптеген салмақты сарапшылар Ресей бұл газ құбырларын жаруға мүдделі емес деп тұр. Себебі ол Путиннің қолындағы соңғы жүретін картасы еді. Путиннің қолындағы соңғы көзір болатын. Соңғы көзірі соңғы картасы еді. Ол соңғы көзірін, соңғы картасын ол жыртып тастағысы келмейді. Ендеше кім? Ал Германия бұл жерде қандай рөл ойнайтынын біз бұдан бұрынғы лекциямызда айттық. Германия өзінің озық өрідегі техникаларын Қытайда өндіріп, Қытайдың нарығынан қырғын ақша тауып отырған Еуропалық еді. Ал Ресейден газ алып отыр және оны саудалап отыр. Демек, Германияда мүдделі емес. Бірақ Германияның орысшыл, ресейшіл билігі Еуропада Англия мен Американың наразылығына тап келуде. Себебі Англия үнемі Американы қолдайды. Тарихи және тілдік, мәдени ортақтықтар бар. Сондықтан да Англия Еуроодақтан шықты, Еуро нарығынан шықты. Бірақ Еуропада Американың атамандығын мойындағысы келмейтін 2 ел бар, Франция мен Германия. Бірақ кезінде Трамптың кезінде неге сенің шекараңды мен күзетіп, ал сен ғылымыңды, өндірісіңді дамытуға тиіссің деп Германиядан Трамптың әскерді шегіндіріп әкеткенін барлығымыз білеміз. Бірақ Германияның осы жерде Ресейге бір бүйрегі бұрып тұратындығын барлығымыз білеміз. Демек, бұл жерде немістер де, орыстар да бұл құбырды жаруға мүдделі емес. Онда кім жарды? Соншама терең теңіздің астында 2 балдық жер сілкінісін тудыратындай мүмкіндік сізде бар ма? Менде жоқ.
Мысалы, мен жарған жоқпын, оған уәде беремін. Демек, бұны ешқандай бір жеке ұйымдар, қандай да бір террористік топтар, адамдық құқық ұйымдары жара алмайды. Бұндай терең теңіздің астындағы бұндай алып құбырларды жару үшін кәдімгі мемлекеттік күш қуаты бар бір құрылымдар керек. Онда кім? Еуропаның басқа елдері. Олар қорқады. Демек, бұл құбырды жаруға мүмкіндігі болса, не Қытайдың, не ақш-тың ғана мүмкіндігі бар. Қытай неге мүдделі? Қытай Еуропаны да, Ресейді де тығырыққа тірегісі келеді. Еуропаны тығырыққа тіресе, Қытайға мүдделілігі арта түседі. Әсіресе Ресейді де Еуропаны да батысты да былықтырып қойып, өздері нейтрал тұру Қытайдың арманы. Айтқа бір маңыздар, тамағым жыбырлап кеткесін. Ал ақш. Себебі ақш Еуропаның Ресейге газ жағынан тәуелділігіне ақш ежелден қарсы. Және ақш дәл осы кезде сұйытылған газын Еуропаға жарнамалай алады. Сұйытылған газды білесіздер, олар кәдімгідей ыдыстың ішіне құйылады, сұйық күйде болады, тасымалдап танкерлерменен Еуропаға жеткізе алады. Бірақ ол ыдыстар арқылы тасылғандықтан оның құны қымбаттау болады. Және ол үздік создық келіп отырады. Ал құбыр арқылы келген газ енді ол тиынға жақын. Екеуінің ортасында айырма көп. Ал Еуропаға әрине арзан газ керек. Себебі бүкіл қаласын жылытып отырып, бүкіл анау ең шеттегі, ең қиыр теңіздің бойында отыратын балықшысына дейін газ жеткізіп отыр. Және газдан электр өндіріп отыр, тағы басқасы бар. Бүкіл өндірісі, зауыты соған байланысты. Әсіресе қыста жылу соған байланысты. Газ болмаса, жағатын сұйық отын болмаса, Еуропа қыстан шығуы қиын. Демек, бұл жерде әңгіме басқа. Осыдан бәленбай ай бұрын Американың лауазымды тұлғаларының, тіпті президенттердің осы газ құбыры туралы әңгіме айтқанын баршамыз білеміз. Тіпті бұл газ құбырынан жарылыстар болып ауаға метандар шыққанда, Еуропаның кейбір саясаткерлерінің Thank you USA деп жазып алып, біраздан кейін ол твиттерді өшіріп тастағанын бұл кезде біраз жұрт жарыса айтуда. Демек, көп жұрт анау күдікті, мынау күдікті деп тұр. Бірақ қазірге соңғы дерек жоқ. Бірақ қалай болмасын, Путин өзінің маңызды бір картасынан айырылып қалды. Яғни, әр жолы Еуропаны газдан қысатын еді, енді мәсаған деп Путинді тотитіп кетті.